Кайырлы күн Алкалы Алимет. Бүгін бір кайырлы істің басында жиналып тұрған жайымыз бар. Оған себеп мынау алақандай ғана Құмарал ауылында тұратын Алтынай есімді 8 балалы анамыз. Харекет қайырымдылық қоры осыған дейін де бұл жанұяның жағдайын тексеріп 2-3 рет келген болатын. Бүгін де алдын ала Алтынай ханымға Харекет қоры атынан осындай тексеріс жұмыстары үшін келеді деп ескертілді. Бірақ біз бүгін Алтынай әпкемізге баспанасының кілтін табыстау үшін келіп тұрмыз. Харекет қайырымдылық қорының жалпы 213-ші баспанасының, ал 30 күнде 30 баспана атты қасиетті Рамазан айына жоспарланған осы жоба аясындағы ең соңғы 30-шы баспанасы болмақ. Ендеше Алла қаласа бізбен бірге болыңыздар. Алтынай ханымға тосын сый жасап, бүгін баспанасының кілтін табыс етуге келіп тұрмыз. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер ме? Рамазан айы құтты болсын. Рамазан айы болғасын құр қол келмейік деп, мынау кешкі ауызашарларыңызға, балаларға тәтті-мәтті. Балалар қайда? Қанеки? Мен сыйлықтарымды үлестірейін. Мінекей, мынаны құрастырып ойнайсың. Үлкен жігіт. Мінекей. Ой, ойнайсың. Мына жақта шахмат бар. Мінекей, үлкен жігіт. Кішкентай жа батыр бар ма? Кішкентай батырымыз. Міне. Мінекейіңдер қыздар. Сол біз өзіңіз білесіз қой, осыған дейін де келген шығар, Харекет қорының қолынан осылай тексеріс жүргізіп тұрады. Енді жанұяңыздың жағдайын халыққа жалпы көрсетуіміз керек. Өз жағдайыңызбен бөлсеңіз, жалпы құжаттарыңыз барлығы түгел ғой, иә? Ешқандай мүлік аттарыңызда жоқ ондай. Жолдасыңыз бар ма? Иә, стройкада ма? Жұмыс істейді жолдасыңыз, иә? Сіз жұмыс істейсіз бе? Жоқ, үйде осы. Сіз үй шаруасында бала шағамен, иә? 8 балаңыз бар. Өзіңіз жағдайыңыз жайлы жалпы айтып берсеңіз? Сол жағдай. Папам жұмыс істейді болды. Инвалид балам бар. Мынау өз үйлеріңіз емес, пәтер жалдайсыздар, иә? Айына қанша төлейсіздер? 30. Айына 30 мың пәтерге кетеді, иә? Светімен қосып қой. Өздері төлейді 30 мың. Балаларыңыздың қаншауы мектепке барады? 3-еуі барады. Үлкен балам бармайды. Инвалид. Үлкен баламмен ауырады. Болмаса 4-еу болу керек. Садикке барады. Садиктен ашылса баратын шығар. Қазір карантинге байланысты үйде отыр ма? Балаларыңыздың үлгерімі қалай мектепте? Жақсы оқи ма? Жақсы. Өзіңіз қадағалайсыз оны? Бәрін өзіміз. Диплом көрсетіп кеше түсіріп алды, грант алды. Грант алды ма? О, машалла. Математика. Бәрі математика. Шетінен? Шетінен математика алды. Өзіңіз математикаға жақсыз ба? Қайдан келген? Бұлай есептеп жүрем бәрі затты бірақ. Есебім түгел дейсіз ғой сіздің. Өзім ойлап жүрем да. Қазір минутымды есептеп жүрем. Күнделікті. Жалпы былай неңіз туралы айтсаңыз, осы қанша жыл болды мына пәтерде тұрып жатқандарыңызға? 12 жыл болды тұрып жатқанымызға. 12 жылдан бері осы бір пәтерде? Алдында ана жақта бір үйде тұрғанбыз. Осы Құмаралда осы жүргенімізге 12 жыл болды. Осы поселкада. Жолдасыңыз жұмыс жасайды? Иә, стройкада. Айына айлық алады, иә? Айлығымыз келісіп алады ғой. Официальный жұмыс жоқ. Өзі кешеге де тоқтап қалып бәрі жер. Базарлардың бәрі жоқ. Кеше бүгін 2 күн шығып еді жұмысқа, аванс алып келіп, киім алып қайттым. Құтты болсын. Шүкір бар. Жаңа киімі ма? Иә. Құтты болсын. Өзіңе қиып қойғандай екен. Мамасы біледі, точный размер. Мектепке қалай барып келеді балалар? Жаяу бар ма? Осы жерде жақын ба мектеп? Кеше жақында құтылдым ғой аяқ киімнің қарызынан. Сол ана не қыламыз ғой. Аяқ киім шақ келмейді, мына ылай ғой орта. Жаяу жүреді ғой. Жаяу жүреді. Сол аяқ киімнен не қылып кеше жақында құтылдым сол. Алыста? Мектепке бару. Болады, бірақ енді үйреніп кеттік. Осы ауылға үйреніп кеттім осы. 8 бала болғасын енді біз бәріміз де солай өстік қой, үлкеннің киімін қалғаннан киіп солай шығар. Қазір ондай емес ол балдар. Қазір ма? Қазір качествосы да жақсы емес қой қазір. Бір алғанда 2 алып сөйтіп жүреміз. Бір апта киіммен ашылып кетті, 2 етіктен киіп шықты қысымен. Ең кішкентайыңыз қаншада? 1,5 жаста. Егіздер, ең кішкентайлар, екеуі 1,5-да, иә? Мына ветеринарка шыққан 3 айлығында қатты ауырды. Өткен қыста дейін қатты қиналдық. Өмірде бәрі бітіп қалып. Бірінен бір ауырса бәрі ауырады, 8 ауырады. Біреу ауырса. Соған кетеді да сөз. Кеше қадір түні болды. Дұғада болдыңыздар ма? Иә, болдық таңғы. 5:30 отырдым ғой.
Таңғы 5:30-ға дейін. Бастысын дұғадасыз. Балаларыңыздың тілеуін тілеп, ең үлкен тілектеріңіз баспаналы болу. Баспаналы арман сол, басқа ештеңе емес. Тамағым әйтеуір киім бүтін. Тек баспанаға жетпейді екен ғой балалардан. Ауыспайды, артылмайды. Әлбетте қазір енді азық-түліктер қымбат, киім-кешек. Кеше таңғы 5:30-ға дейін Алладан дұға етіңіз. Соны тіле. Баспанаңыз. Сол дұғадасыз ғой, өмір сол сізде өмір дұғада болсын деп сізге өзіңізге мынандай жеке сыйлық алдым. Жайнамаз. Жайнамаз ба? Өмір енді Алла кез келген дұға тілектің бәрін қабыл етуші, білесіз ғой. Ешқандай қолыңызды қайырмайды. Сондықтан да дұғада бола беріңіз. Иншалла тез арада тілегіңіз қабыл болсын. Ішінде негізі не бар еді? Таспих та бар еді. Арасында ма? Арасын ашып көріңіз. Таспих арасында шығар. Таспих бар. Тағы не бар екен қасында? Мінекейіңіз Алла Тағала сіздің кешегі тез арада қалып, мынау жаңа баспанаңыздың кілті. Біз бүгін тексеруге емес, сізге жаңа баспанаңыздың кілтін табыс етуге келіп тұрмыз. Ал құтты болсын. Берекелі, қайырлы болсын. Құттықтаймын. Жыламаңыз. Қуаныштың да жасы. Кеше ғана қадір түні болды. Дұғада болдыңыздар. 8 баланың несібесіне Алла дұғаларыңызды қабыл еткен екен. Жаңа баспаналарыңыз иншалла берекелі болсын. Өздеріңе де. Ішінде балаларыңыздың сыңғырлаған күлкісі ең басты, балаларыңыз аман болсын. Денсаулықтармен, ғұмырмен берсін Алла. Жаңа баспанаңызда қаушайық енді иншалла. Қазір енді білесіз елдегі жағдайды, карантин болып жатыр. Барлық жер жабық. Қазір жаңа андай үй іздеп, жаңағы нотариустер де жұмыс істемейді. Сол себепті қалай осы карантин аяқталады, біздің номерімізді бәрін білесіздер, өзіміз хабардамыз, Қарекет қоры. Осы карантин барлығы аяқталғаннан кейін міндетті түрде өзіміз хабарласып, осы жаңа үйіңізді қанша бөлмелі, қай жерде, барлығын сол кезде айтып көрсетіп, өзіміз алып кіргіземіз. Шашуымыз шашып келеміз сол кезде жаңа баспаналарыңызға. Сол күнге жеткісін алып. Мен сіңісім ғой, постоянно осылаймен жүремей тұр. Ал құтты болсын. Рахмет. Құтты болсын. Рахмет халқыма рахмет. Осындай мені елеп атқандарына. Бала-шағамның несі ғой осы. Несібесі осы бала-шағамның. Қатты ризамын. Ризамын шылғаннан сөзімді таба алмай тұрмын. Қуанып тұрмын. Рахмет. Шексіз. Өмір бақи риза болып айтыр. Тілекші болып отырыңдар. Рахмет деп айташы бәріміз. Рахмет жана. Жаным дейді, құтты болсын дейді. Ашын. Жаным. Рахмет. Жана алдың қарасың? Мына жаққа қарасың. Жаным дейді. Алла риза болсын. Мынаның өзі маған қымбат болды. Рахмет. Жақсы, тағы да құтты бола берсін. Берсе шашып келеген жаңа баспанаңызға. Тағы да құтты болсын. Жақсы. Қуаныштарыңызға ортақпыз. Балалардың несібесі, томпиған балалардың несібесі. Тілеген мақсаттарыңызға жетеріңіздер. Жақсы, сабақтарың жақсы оқыңдар. Алла риза болсын деп. Пока де. Жақсы. Сау болыңыздар.